Сәлем достар, мен сіздерге бүгін бір жасағаннан воздушный болып шығатын, оңай әрі тез дайындалатын шарлотканың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге 4 жұмыртқаның үстіне 1 стакан шекерді құйып, миксердің ең қатты күшімен 5 минут миксерлейтін боламыз. Миксерленіп жатқан массамыз әппақ қою күйге енуі қажет. Менің массам осындай күйге енді. Ал енді 150 грамм ұнның үстіне 1 шай қасық разрыхлителді араластырып өткізгіштен өткіземіз. Ұнымызды екіге бөліп массамызға араластыратын боламыз. Ұн мен массаны лопатканың немесе қасықтың көмегімен араластырған дұрыс. Массамызға ұнымыздың қалған бөлігін салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді алмамызды жуып, өзімізге керек формада кесіп дайындап аламыз. Табамызды майлап, массамыздың жартысын құямыз. Алманы бетіне әдемілеп орналастырып, массамыздың қалған бөлігін осы табаға құямыз. Бетіне тағы да алманы әдемілеп орналастырып, 180 градуста 25 минут пісіретін боламыз. Шарлоткамыз дайын, бетіне сахарный пудра себулеріңізге болады. Пирогымыз биік, жұмсақ әрі воздушный болып шығады. Ас болсын.